56 жылдан кейін Міржақыптың денесін қазған зерттеушілер ерекше жайтқа куә болды. 20 ғасырдың басында оян қазақ деп жар салып, патшаның отарлық саясатына қарсы шыққан Міржақып Дулатұлы ұлтының қамын жеп, басын бәйгеге тікті. Ол ақын ғана емес, еліне адал қызмет еткен қайраткер. Зерттеушілер ақынның туғандары асыл азаматтың сүйегінің қай қиырда қалғанын білмейтін. Өйткені ақын жат елде жерленген болатын. Абай арнасының дәуір даналары бағдарламасында зерттеушілер ақынның бейіті қалай табылғанын, денесін қазған кезде қандай ерекше жайтқа куә болғандығымен бөліскен болатын. Ақпарат сіздерге де қызықты болса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып қолдай отырыңыздар. Ақынның қазақ деп соққан жүрегі 1935 жылы Карелия жерінде мәңгіге тоқтаған еді. Сөйтіп, арды азаматтың сүйегі жарты ғасырдан астам уақыт жат жерде қалды. Тек 1992 жылы Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар апайдың тапсыруымен алаш арыстары туралы деректер жинау үшін жас ғалым Марат Әбсемет Сосновец станциясына аялдайды. Бір орыс әйел тұр екен. Қарап тұрып, сіз қазақ емессіз ба деді. Қазақпын дедім. Қазақ ақыны бар еді, Давлатов деген. Дулатовты айтып тұр ғой деп, иә бар дедім. Сол кісі осы жерде лагерде дәрігер болған еді. Кейін оны осы жерге жерлеген деп айтты, дейді Міржақып танушы тарих ғылымдарының докторы Марат Әбсемет. Сөйтіп алаш арысының бейіті табылып, оны алып келуге Қазақстаннан бірнеше адам аттанды. Соның бірі режиссер зерттеуші Қалила Омар. Мәйітті қайта қазуға барған режиссер Қалила Омар Міржақыптың бас сүйегінің жағы елге әкелгенде бірақ ажырағандығын айтады. Жағың ажырамай, жамандық көрме деген сөз бар қазақта. Мұны бұрын түсінбейтін едім. 56 жылдан кейін Міржақыптың бас сүйегін қазып алған кезде шашы қапқара тіп-тік. Бас сүйегін алып қойған кезде мақтамен көмкеріп, әппақ киізге оратқыздым, дейді. Қойған кезде жағы ажырады. Міржақып келі адам ғой. Бөтен елде қанша жыл жатып туған жеріне келіп, кіндік қаны тамған жерге әкелгенде жағы ажырады. Сөйтіп, Міржақыпты жерледік, дейді зерттеуші Қалила Омар. Гүлнар Міржақып қызы тектіден қалған жалғыз тұяқ еді. Міржақыптың балалары жастай шетінеп кетті. Оған 5 бала, 3 ұл мен 2 қызға әке болуды жазған екен. Содан тірі қалғаны осы Гүлнары ғана. Ол әке аманатына адал болды.